Мына сорпаны вообще жасамаңыздар қыздар, өйткені тәуелділік пайда болып 2 күнде бір ішкіңіз келіп тұрады да. Осындай сырный керемет суп, енді дәмі деген күшті болып шығады. Енді алдымен қазанға осылай айстың сары майын ертіп алдым да, тауықтың төс етін салып жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін артынан как обычно пияз, сәбіз, картошканы да салып тастаймыз, дәмдеуіштерін қосамыз, барлығын жақсылап араластырып күштілеп қуырып аламыз дағы. Енді суын құямыз. Қайнағаннан кейін мен осындай үйдегі ұсақ вермишельден де кішкене салып жібердім. Салмай қойсаңыздар болады. Енді бұның үстінен главный секреті осындай плавленый сыр саламыз ғой. Мен айстың балқытылған ірімшігін салдым. Және де тағы да бір 15 минуттай қайнатамыз. Сонымен біздің сорпамыз бар жоғы 30 минутта дайын болып шығады. ПП ұстанып жүргендерге немесе ауызашарға дайындасаңыздар, енді асқазанға өте жеңіл. Осы сорпаның жанына лаваштан тіске басар жасайын дедім. Алдын ала картопты қайнатып, пюре етіп дайындап, осы лаваштың ішіне ірімшікпен бірге салып, осылай 3 бұрышты формада түйіп алдым. Бетіне жұмыртқаның сары уызын шағып, тағы да ірімшіктен себеміз. Менде айстың моцарелла және де сулугуни ірімшіктерін араластырып сеуіп, осылай духовкада қыздырып аламыз. Өте керемет болып шығады. Жасап көріңіздер. Мінекей тіске басарымыз енді ыстықтай күшті кетеді екен. Және де десертке менің сүйікті тары қосылған десертім осы айстың 20% қаймағы мен сгущенканы және де бұқтырылған тарыны салып араластырамыз. Қаласаңыздар кішкене қызыл ірімшікпен әсемдеп қойсаңыздар болады. Шаймен ішкенге күшті кетеді, әрі жасалуына бір 2-ақ минут уақытыңыз кететін шығар. Менің парақшам өте пайдалы, мені қолдап дәл қазір маған тіркеліп алыңыздар.